أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum құрметті мұсылман жұртшылық. Бүгін фиқ сабағынан 22-ші сабақты бастаймыз. 22-ші сабақта біз өткен сабақ намаздың сүннеттерін ары қарай жалғастырамыз. Өткен сабақта бір намаздың сүрелеріне, зам сүреге байланысты мәселені айтып өткен болатынбыз және ашықтаймыз деп. Намаздың сүннетінде зам сүрелер қосымша оқылатын сүрелер. Бұл не болу керек дейді? Бесін мен таң намазында ұзын мұфассал сүрелер болу керек дейді. Яғни көлемі болу керек екенді. Ол жерде сүренің өзі тағайындалмайды екен. Бізде сүннет ретінде болсын, ешқандай сүре, арнайы сүре тағайындалмайды. Міндеттелмейді, сүннет болып та бекімейді. Бірақ сол мөлшері мұфассалдың ұзын аяттары болу керек деп айтып өтіп едік. Таң намазы мен бесінде. Ал енді асыр мен құптанда мұфассалдың орта аяттары болу керек, яғни орта сүрелері. Ал енді ақшамда мұфассалдың қысқа сүрелер оқылу керек деп айтылып еді. Оны өткен сабақтан қарай аласыздар. Ендігі келесі намаздың сүннеті иш-шарату фис-сахих бил-мусаббиха инда шахада ярфауха инда нафи ва ядауха инда ис-исбат. Бізде кәлима шахада айтып жатқанда тахиятта саусақты көтеру. Саусақты көтеру бізде не дейді? Ашхаду мына жиып алып айтса болады дейді, немесе жайып тұрып айтса, көтерсе болады дейді. Ашхаду алла илаха дегенде, ашхаду алла илаха дегенде көтеремізде иллаллах деген кезде түсіреді екенбіз. Бұл да не болады? Жаңағыдегі сахих көзқарас бойынша, дұрыс көзқарас бойынша сүннет болып табылады дейді. Енді сүннетке жатқызбаған кітаптар да бар, Ханафи мазхабының. Олардікі да жаңағыдегі сүйенген риуаяттары бар деп есептелінеді. Ва қираатул фатиха. Сосын жаңағыдегі 3-ші, 4-ші ракаттарда парыздың Фатиха сүресін оқу. Бұл да сүннет болып табылады екен. Бұл да сүннет болып табылады. Вассалату аля наби саллаллаху фил джулус лахир. Соңғы отырыста ат-тахияттан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтуда сүннет болып табылады. Ва дуа бима юшфиху алфазул Құран ва сунна. Кейін, сол салауаттан кейін, соңғы отырыстың салауатынан кейін салауаттан кейін Құран сүннет сөздеріне ұқсас дұғаны жасауда сүннет болып табылады екен. Құран сүннет жаңағыдегі дұғасына ұқсас дұғалар жасалуы, яғни сондай сөздерді қолдану. Енді адамдардың сөзіне ұқсайтын дұғаны жасау, бұл намазды бұзып жібереді. Сондықтан дұғада Құран сүннет дұғасына ұқсас дұғаны жасауымыз керек. Ал енді дұға мәселесінде осы жерде ғалымдарымыздың жаңағы Ханафи мазхабында қазақша дұға жасасашы дейді мысалы. Құран сүннет дұғасына ұқсас болса, қазақша дұға жасауы намсыз дейді. Бірақ қазақша дұға жасап жатса, ол жаңағыдегі намазды бұзбайды дейді. Сондықтан ғалымдарымыздың айтқаны, бұл қазақша дұғаны парыздан басқа намаздарда жасағанымыз жақсырақ болады екен. Сүннет намазы, нәпіл намаздарында қазақша дұға жасауымызға болады. Бірақ Құран сүннет дұғаларына ұқсас болу керек. Адамның дұғасына ұқсас болмау керек, өйткені бұл бөтен сөз болып кетеді де, ол намазды бұзады. Енді адамның сөзіне ұқсап кететін дұға қалай десе,
Мысалы, я Аллам маған пәленшені тұрмысқа, яғни маған пәленшені үйлендіре көр, немесе маған осындай алтын күміс бер, маған осындай жаңағыдай ақша бер, осындай мансап бер деген не істейді? Мәселелерді сұрау. Яғни адамнан сұрай алатын нәрсеңді намазда сұрауың бұл нені бұзады? Намазымызды бұзады екен. Одан кейін вал илтифат яминан ва ясаран би таслиматайн. Оңды солға, яғни салават айтқаннан кейін, дұғаны айтып болғаннан кейін, оң жаққа, сол жаққа басымызды бұруымыз не болады? Жаңағыдегі сосын ассалам деген сөзі уәжіп десек, екі жаққа, ал алейкум сүннет дедік. Сол сияқты сол айтқан кезде оңды солды басымызды бұруымыз сүннет болып табылады екен. وَنِيَتْ الْإِمَامُ الرِّجَالُ وَالْحَافَظَ وَالصَّالِحِينَ الْجِنْ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ فِي الْأَصَحِّ. Ал енді сәлем бергенде, ассаламу алейкум дегенде кімді ниет етеміз десе, имам жаңағыдай оң жақтағы ер кісілерді, сол оң жаққа бергенде оң жақтағы ер кісілерді, ізгі жаңағыдегі періштелерді, жындарды, намазға қатысқан, соларды ниет етеді дейді. Сол жақта отырған ер кісілер, періштелер, жындарды ниет етеді дейді. Дұрысырағы осылай дейді. Ал енді ұйыған адам сәлем бергенде имамы оң жақта болса, немесе сол жақта болса, сол имам ниет етеді. Және өзінің тұспалы, яғни қарама-қарсы келген кісіні ниет етеді дейді. Қарама-қарсы келген ниет етеді, және жаңағыдегі періштелер мен жындарды ниет етеді дейді. Көзімізге көрінбей тұрған дейді. Ваниятил мунфарид әл-малаика фақат. Яғни енді жеке жалғыз оққан адам болса, жалғыз оққан адам ниетінде періштелерді ғана ниет етеді дейді. Бұл да бір жаңағыдегі сүннеттің қатарына жатады екен. Ва хафту сани алал ула дейді. Екінші сәлеміміз бірінші сәлемге қарағанда дауысы төменірек болуы бұл да сүннет екен дейді. Ал жамағаттың имамның сәлеміне қатарлас болуы сүннет екен. Бізде имам ассаламу алейкум десе, бізде бастайды екенбіз ассаламу алейкум. Имам сәлем беріп болғаннан кейін біз сәлем бермейді екенбіз. Яғни кешіктіріп жасамайды екенбіз. Біздің мазхабта сүннет имаммен неге бірге сәлем беру. Яғни имамның артынан сәлем беріп бастау дейді. Бірден. Вал-бадаату бил-ямин, және сәлемді оң жаққа беріп бастау, бұлда не болады екен? Сүннет болып есептелінеді дейді. Вал-интизар ал-масбуқ фирағыл имам дейді. Және кешігіп келген адам имамның екі жаққа сәлем беруін, бітуін күтуі сүннет болады дейді. Бітуін күтуі сүннет болады. Неге десе, өйткені оған имамға ілесу міндет. Имамға ілесу міндет болғандықтан, имам егер сәху сәжде жасайтындай деңгейде болып қалған болса, күтпей тұрып кетсе, онда жаңағыдегі сәху сәждеге қосыла алмай қалады, немесе кешігіп қалады деген сөз болады. Сондықтан имам екінші жаққа, сол жаққа сәлем бергенде, ол кешігіп келген адам тұрып, өзі сәлем бермей, имам сәлем берсе де өзі сәлем бермей, намазын толықтастырады. Енді келесі тақырып, біз осымен жаңағыдегі намаздың несін, сүннеттерін біттік. Намаздың сүннеттерін біткеннен кейін енді намаздың әдептері. Әдепке жататын не нәрселер намаздың әдебі болып табылады. Сол нәрсені біз не істейміз? Айтатын боламыз. Мин әдәбиха ихраджу ражул каффайхи мин куммайхи анда такбир. Намаздың әдебіне жататын нәрсе, ер кісі жаңағыдегі тәкбір алған кезде, яғни құлақ қаққан кезде, жаңағыдегі алақандарын несінен, жеңінен шығару керек дейді. Бұрын кезде адамдардың жеңі ұзын болған, қазір енді көбінесе әдет бойынша білезігімізден аспайды, бірақ бұрын кісілердің әдеті бойынша адамның жеңі ұзын болған дейді. Адам тік тұрған кезде сәжде орнына қарау әдеп болып табылады екен. Әдеп деген сүннет емес,
Бірақ жаңағыдай сүннетке көмектесетін нәрсе екен. Адам бәрібір намазға тұрғанда бір жаққа қарау керек. Ол қай жаққа қараған жақсы? Ол сол сәжде орнына қарағаны жақсы дейді. Ва иля захирул қадам ракибан. Жаңағыдегі рүку жасаған кезде табанның үстіне қарайды дейді. Я, табанына қарайды, яғни аяғының үстіне қарайды. Рүку жасаған кезде дейді. Ва иля арнабати анфихи сәжидан. Сәжде жасаған кезде не істейді? Мұрнының жұмсағына қарайды дейді. Сәждеде мұрнының жұмсағына қарайды. Ва иля хажрихи жалисан. Отырған кезде санына қарайды, аяғының санына қарайды. Ва иля мин кабайн мусаллиман. Сәлем берген кезде иығымызға қарайды екенбіз. Сәлем берген кезде не істейміз? Иығымызға қараймыз. Ва дафу суал ма стата. Есінеуді барынша не істеу керек дейді? Тоқтату керек. Яғни барынша аузын не істемеу керек? Ұйқысырауды сол тоқтату керек дейді. Бұл осы мәселе неге де қатысты? Кекіруге де қатысты болады екен. Енді وَكَزْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّسَعُبِ. Аузын еснеген кезде аузын жабуы да бұл да әдеп болады дейді. Яғни ашпай еснеу. Сол еснеуден барынша аулақ болу, бірақ еснеген кезде аузын ашпай еснеуде бұл да не болады? Әдепке жатады екен. وَالْقِيَامْ حِينَ قِيلْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. Мына қамат айтып жатқан кезде حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ деген кезде тұру әдеп болады екен. Енді қазіргі көп мешіттерде байқағанымыз, қамат басталғаннан неге тұрып жатады? Тәкбір басталғаннан, қамат басталғаннан тұрып жатады. Бірақ әдебі мазхаб бойынша хайя алал фалах деген кезде орнынан тұру екен дейді. Ва хуру'ул имам музқила қад қаматис салах. Енді қад қаматис салах деген кезде имамның не істеуі? Ихрамды бастап кетуі, бұл да әдепке жатады екен дейді. Ал енді так қаматты біткеннен кейін жаңағы намазды бастауда ондай ода тұрған ешқандай әбестік жоқ дейді. Я, қазір енді көп біз сондай жағдайдамыз, сондай амалдамыз, яғни не істейміз? Қамат біткеннен кейін намазды бастаймыз. Оның ешқандай бір сөгістік жері жоқ дейді. Енді осы намазымыздың тәртібі қалай болады? Намазымыздың орындалуы қалай болады? إذا أراد الرجل دخول في الصلاة أخرج كفيه من كمه. Адам намазға тұру бастаған кезде не істейді? Жеңін немесе қолын жеңінен шығарады дейді. Я, жеңі ұзын болса. Сосын құлағының тұсына не істейді? Құлағының тұсына көтереді дейді. Сумма каббара била маддин науян. Созбай не істейді? Аллаху акбар деп ниетін жасап алғаннан кейін Аллаху акбар деп құлақ қағады. Ва сахха шуру бикулли зикрин халис лиллахи ка субханаллах ва бил фарисия. Алланы зікір ететін сөздердің бәрі не болады деді? Алланың зікір ететін сөздердің бәрі осы жаңағыдай намазға кіріскен болып есептенеді. Таза зікір етуге арналған, Алланы зікір етуге ғана Алла пәк деген жаңағыдегі сөздер бұл намаздыға кірісуге жеткілікті дейді. Бірақ біз Аллаху акбар сөзін айту не дедік? Уәжіп деп айттық. Ал фарисимен айтса да, яғни зікірді арабшаны білмейтіндер, әлі жаттамағандар, онда фариси басқа тілмен айтса да не болады дейді? Дұрыс болады дейді. Егер не істемесе, араб тіліне шамасы жетпесе дейді. Ал енді араб тіліне шамасы жетсе, басқа тілмен айтқан зікірі есепке алынбайды екен.
Сосын қирағаты да не есепке алынбайды дейді басқа тілмен. Яғни адам не істеу керек? Адам Құранды араб акцентінде оқып үйрену керек екен. Басында әлі үйренбеген болса да, үйренгенше әрекет жасау керек екен. Содан кейін не істейді? Оң қолын сол қолын үстіне қойып, кіндіктің астына қояды. Тахримадан артынан, бірден тахриманың артынан не істейді? Жәлдегі қолын байлайды. Ешқандай бір кідірмейді. Және Субханака дұғасын оқиды. Я Субханака Аллахума ва бихамдик ва табарака смук ва та'аля жаддука ва ла илаха гайрук. Я истифтах дұғасын айтады. Әрбір намаз оқушы осыны айтады дейді. Тек қана имам емес. Сосын қирағат үшін имам не істейді? Ішінен аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айтады. Яғни имам ғана аузуды айтады екен. Сосын жәніндегі масбуқ дейді. Кешігіп келген адамда не істейді? Аузуны айтады дейді. Енді келесі мәселені айтады. Мұқтади ілесуші адам аузуны айтпайды дейді. Я басынан ілескен адам аузуны айтпайды. Ва юахиру ан такбиратил айдайн сумма юсамми сирран дейді. Ал айт намазында тасбихты субханаканы не істейді? Такбират айт такбірлерінен кейін айтады дейді. Сосын бисмилланы іштен айтады. Және ауыздан кейін бисмилланы іштен айтады. Бұны имам айтады. Жалғыз болсаң өзің айта бересің. Ал имам болса имам айтады. Уайсамми фи кулли ракатин қабла фатиха фақат. Және әрбір ракаттың басында ғана, фатиханың алдында ғана бисмилля айтылады екен. Одан кейін не? Және сүренің алдында бисмилля айтылмайды. Сосын фатиханы оқиды. Имам да жамағатта фатихадан кейін аминді іштен айтады. Сосын бір сүре немесе 3 аят оқиды. Сосын жәніндегі Аллаху акбар деп рукуге барады. Сол рукуде асықпай тұрады. Басы мен құйымшағы бір деңгейде болады. Сол рукуде тұрған кезде адам не істейді? Қолын жәніндегі тізесіне қояды. Және қолын ашып тізесін ұстайды дейді. Ұстаздарымыз түсіндіргендей, жәніндегі бүркіт өзінің олжасын ұстағандай тіземізді солай ұстаймыз дейді. Сосын 3 рет не істейміз? Субхана раббиял азим деп айтамыз. Бұл сүннет болады екен. Бұны біз жәніндегі бұрынғы сабақтарымызда айтып кеттік. Ең азы 3 рет екен. Одан кейін не істейді? 5 рет айтуына тақ қылып, 7 рет, 9 рет айтуына рұқсат. Сосын басын көтереді. Басын көтеріп жатқанда не істейді? Сами Аллаху лиман хамидах, Раббана лакал хамд деп айтады. Сами Аллаху лиман хамидахты имам айтады. Раббана лакал хамдты жамағат айтады. Имамның айтуына да болады деген жәніндегі мәтіндерде келеді. Сами Аллаху лиман хамидах дауыстан айтады. Раббана лакал хамд іштен айтылады. Содан тұрып асықпай тұрады. Тұрған кезде асықпай тұрады дейді. Имам болса да, жалғыз болса да солай. Сосын вал мұқтади яктафи бит тахмид. Ал енді жәніндегі үйған адам тек қана жәніндегі тахмидпен шектеледі дейді. Сами Аллаху лиман хамидахты имам айтса, Раббана лакал хамдпен жамағат шектеледі дейді. Демек, имам екеуінде айтады деген осы көзқарас ұсталып тұр. Сумма каббара харран ли суджуд.
сәждеге жығылып баратқан кезде Аллаху акбар деп айтады дейді. Сумма вада рукбатайх сумма ядайх. Сосын жаңағыдай тізесін қояды, сәждеге жығылғанда, сосын қолын қояды, сосын маңдайын қояды, мұрнымен қоса дейді. Сосын сәждеде асықпай 3 рет зікір айтады. Субхана раббиял а'ля деп 3 рет айтады. Немесе 5 рет, 7 рет көбейте береді. Сүннет мөлшерінің ең азы 3 екен. Сол кезде санын қарнына жабыстырмайды, және екі шынтағын білегін қолтығына жабыстырмайды, екі қабырғасына жабыстырмайды. Егер жаңағыдегі сапта тұрған болса, жаңағыдегі саптың жағдайына сай, жаңағыдай қолын сол жағдайға сай істейді. Яғни барынша ашып алсаң, саптағы адамға зиян бересің. Сосын қолдарының саусақтары және аяғының саусақтары қыблаға қарап тұрады дейді сәждеде. Ал енді әйел кісі барынша төмен сәжде жасайды. Яғни қарнына санын жабыстырып алады. Содан кейін сәждеде отырысқа отырады. Сәжденің арасындағы отырысқа отырады. Қолын не істейді? Қолын санының үстіне қояды. Тізесіне жақын жерде қояды. Және асықпай отырады дейді. Бұл да намаздың кемелдігінен. Сосын екінші сәждеге барады, осылай. Екінші сәждеден кейін Аллаху акбар деп тұрады дейді. Бірақ еш нәрсеге жерге сүйенбей тұрады. Бізде жерге сүйенбей тұру, қолға сүйенбей тұру. Қолмен жерді сүйеніп тұру бізде жаңағыдай сүннет емес екен. Сүйенбей тұру сүннет дейді. Ал енді пайғамбарымыздың жаңағыдегі жерді сүйеп тұрғаны, яғни қолдың күшімен тұрып кеткені айтылады ғой деген кезде бізде ол хадисте не дейді? Пайғамбарымыз ол кезде жаңағыдай қартайған шағы және көп сапарда болып аяғы ауырған шағы деп түсіндіреді. Өйткені үлкен сахабалар, пайғамбарымыздың іс-әрекетін бұрыннан көріп жүрген сахабалар жаңағыдай пайғамбарымыздың жерден тұрған кезде, сәждеден тұрған кезде сүйенбей тұрғанын риуаят еткен екен. Сосын жаңағыдай сәждеден тұрғанда бірден тұрып кетеміз екінші ракатқа дейді. Кішкене кідіріп отырмаймыз дейді. Бұл да жаңағыдай біздің мазхабтың ұстанымы сүннет болып есептелінеді. Ал енді кішкентай кідіріп тұру, содан кейін отырып, кідіріп отырып, содан кейін тұру, бұл басқа мазхабтың жаңағыдай ұстанымы болып есептелінеді. Бұл да пайғамбарымыздың жаңағыдай сәждеден кейін біраз кідіріп, сосын тұрды дегенін біздің ханафи мазхабы ғалымдары бұл пайғамбарымыздың қартайған шағындағы аяғының ауырғанынан істегені деп түсіндірген. Оракат сания калула. Екінші ракат бірінші ракат сияқты дейді. Тек қана аузу айтылмайды ол жерде. Сана дұғасы айтылмайды. Вала юсанну рафул ядайн илля инда ифтах куллу сала. Және қол көтеруде тек қана бізде бір-ақ рет намазда кірген кезде, бір-ақ рет намазды бастаған кезде ғана қол көтеріледі екен. Және қол көтерілетін екінші жер құнт дұғасын оқиын деп жатқанда Аллаху акбар деп қол көтереміз де тұрып құнт дұғасын жалғастырады екенбіз. Сосын және қол көтерілетін келесі жер бізде айт тәкбірлерін айтқан кезде. Айт тәкбірлерін айтқан кезде не істелінеді? Қол көтеріледі. Сосын және бір қол көтерілетін жер Қағбаны көрген кезде. Қағбаны көрген кезде қол көтеріледі дейді. Сосын Хаджарул Асвадты ұстайын деген кезде қол көтеріледі дейді. Намаздағыдай қол көтеріледі. Сосын Сафа Марваға тұрған кезде Қағбаға қарап қол көтеріледі екен. Арафаға тұрған кезде және не істелінеді? Қол көтеріледі дейді. Муздалифаға тұрған кезде қол көтеріледі дейді. Аллаху акбар деп қол көтеріледі. Сосын жамара дейді. Инда рамил жамаратул ула вал вуста. Бірінші және ортаңғы
тас лақтыруды не істеген кезде бірінші және ортаңғы тас лақтырғанға кезде шайтанға жамарада тас лақтыру орнында сол кезде қол көтеріледі дейді. Және уайында тасбих ақибыс салауат дейді. Тасбихта қол көтеріледі. Яғни дұға ретінде. Бұл жерде дұға ретінде не істелінеді? Тасбихта қол көтеріледі дейді. Уайда фараға ал-мар'a татаваррак. Егер әйел кісі намазың соңына келсе, таваррук жасайды. Отырысы қалай дедік? Оң аяғын тік ұстайды да отырған кезде. Сол аяғын не істейді? Сол оң аяғының астынан жібереді. Яғни бір құйрықпен не істейді? Сол құйрығымен отырады әйел кісі. Вақара ташахуд. Содан кейін ташахудты оқиды. Екінші ракатта не істейді? Ташахудты оқиды. Бұл әйел кісіге қатысты отырысты айттық. Ер кісі не істейді? Сол аяғының үстіне отырады. Оң аяғын тік қадап, саусақтарын құлақ аратып, сол аяғының үстіне отырады. Содан кейін пайғамбарымыздан Абдулла ибн Масуд риуаят еткен ташахудты оқиды дейді. Сол ат-тахиятта ашхаду алла деген кезде саусақты көтереді, иллаллах деген кезде саусақты түсіреді. Ташахудтен басқа еш нәрсе айтпайды. Ат-тахияту лиллахиден басқа еш нәрсені айтпайды. Яғни салауатты айтпайды. Ат-тахиятта соңына дейін оқып бітіреді де, сол ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулух бітіргеннен кейін не істейді? Үшінші ракат болса, орнына тұрып жалғастырады. Ол пайғамбарымыздың жәніден Абдулла ибн Масуд пайғамбарымыздан риуаят еткен ат-тахият. Ат-тахияту лиллахи ва салавату ва тайибат. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулух. Сосын жәнідегі не істейді? Үшінші, төртінші ракатта Фатиха сүресін оқиды. Фатиха сүресімен шектеледі, егер парыз болса. Сүннет, басқа нәпіл намаздар, уәжіп намаздарда Фатихадан кейін әлбетте және бір сүре немесе 3 аят қосады. Сума жаласа ва қараат ташахуд. Соңғы ракатта және қаттан ат-тахият оқиды, және пайғамбарымызға салауат айтады. Сосын Құран сүннет дұғасына ұқсас дұғамен дұға жасайды. Сосын оң жаққа, сол жаққа не істейді? Сәлем береді. Фаяқул ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сәлем береді. Науян ман мааху кама тақаддам. Яғни жәніндегі қасындағы адамдарды, періште жындарды ниет сәлем береді екен. Намаздың орындалу көрінісі міне осындай болады екен. Алла тағала есіңе білгендеріміз амал етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.